Сәлем баршаңызға, сіздің логопедіңіз Дариға Рымғабылқызы. Бүгін сіздермен балаларға артикуляциялық жаттығуларды қалай қызықтырақ етіп жасату керектігін үйрететін боламын. Балаларға біз ертегі әлеміне енетін туралы айтуымыз керек. Бүгін біз сенімен бірге ертегілер әлеміне енеміз. Ол ертегіде басты кейіпкер тіл болады. Және тіл орманға барады, орманнан неше түрлі жануарларды көретін болады. Олай болса, менің ертегі әлеміме енуге дайынсың ба? Кеттік, менімен бірге қайтала. Бір күні бір тіл болыпты. Ол тілдің үлкен ауыз деген үйі болыпты. Ол үйдің әппақ шарбақтары болыпты. Және де үлкен терезелер болыпты. Тілдің ұшы пысып кетіпті. Орманға барғысы келіпті. Орманға жаяу бармаймыз ғой. Атқа отырып барыпты. Қане, ат отырайық. Орманға келіпті. Орманға келсе, көптеген жаңғақтар шашылып жатыр екен. Қане жаңғақ терейік. Және де көптеген саңырауқұлақтар өсіп тұр екен. Саңырауқұлақ жаттығын жасайық. Орманның ар жағына барса, бір түлкі жүр екен. Құйрығын ары бері бұлғандатыпты. Қане, түлкінің құйрығын жасайық бұлғандаған. Орманның ар жағына барып көрейін деді. Ары қарай барса, пілдер жүр екен. Мұрындары ұзын екен. Қане. Пілдің мұрындары ұзын екен. Ары қарай барса, орманның ар жағында арыстандар жүр екен. Бір арыстан айбат шегіпті. Яғни тілімізді көтеріп, тілдің ұшын астыңғы тіске тірейтін боламыз. Тіл қорқып кетіпті. Атына отырып үйіне шаба жөнеліпті. Үйіне келіпті, қарны ашып кетіпті. Өзіне бәліш дайындайын депті. Қане, бәліш дайындайық. Тілімізді ерінмен және тіспен ақырын ұрғылайық. Бәлішіміз дайын болды. Бәлішімізді жеп алайық. Бәліштің құрмасын жемейміз ғой. Шаймен жейміз. Қане, шай жасайық. Кесе жасайық деген. Енді чайды тәтті тосаппен ішеміз. Қане, тәтті тосап жасайық. Ал енді тіліміз қарны тойды, ұйқысы келіпті. Үйдің шарбағын жапты. Үйінің терезесін жапты. Сөйтіп тәтті ұйқыға батты. Әрбір жаттығуды 5-6 секундтай ұстап тұру қажет. Және де ат шабысы, жаңағы сағат жаттығу кезінде бала 10-12 рет қайталағаны жөн. Және бұл жаттығуды баламен бірге айна алдында және ата-анамен немесе педагогпен бірге отырып жасауы қажет. Осындай лайфхактарды, көптеген тағы да мәліметтер алғыларың келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге көптеген қызықты дүниелерді айтатын боламын.